құрметті ұстаздар, қымбатты ата-аналар, оқушылар, сіздерді бүгінгі жарқын да қуанышты мереке білім күнімен құттықтаймын. Биыл ата заңымыз ел конституциясына 25 жыл толып отыр. Тәуелсіздігіміздің тұғыры конституция күнімен баршаңызды құттықтаймын. Еліміздің ертеңі айқын, болашағы жарқын болсын. 1 қыркүйек барша халықтың, әсіресе балалардың көптен күтетін мерекесі. Әр адамның өміріне ерекше әсер қалдыратын бұл күн еліміздің барлық тұрғындарының басын біріктіреді. Дәл осы күннен бастап алғашқы қоңыраумен бірге әр адам өмірінің жеке тұлға және азамат ретінде қалыптасу кезеңі басталады. Барша қазақстандықтар елімізде болып жатқан індеттің алдын алу мақсатында 2020-2021 оқу жылын жаңа оқу форматында онлайн түрінде білім алатын болды. Құрметті оқушылар, биыл ұлы абайдың 175 жылдығы, шығыстың ғұлама ойшылы Әбу-Насыр әл-Фараби бабамыздың туғанына 1150 жыл, арқалы ақын Түйінбай арғынына 200 жыл толып отыр. Білім көкжиегінде еркін самғаған, білім алу жолында аянбай еңбек еткен ұлы тұлғаларымыз еңбектері ерен ұрпақтарға үлгі. Құрметті ұстаздар, еліміздің елдігін биік ұстайтын, тәуелсіздігіміздің тұғырын тек биіктерге көтеретін, білімді шәкірттер тәрбиелеу жолында аянбай еңбек етулеріңізге тілектеспін. Баршаңызға шығармашылық табыс тілеймін. Сіздерге бүгінгі ерекше жайма шуақ күні жақсы көңіл күй, жаңа жетістіктер мен шығармашылық табыс, мықты денсаулық және жаңа бастамаларда тек қана сәттілік тілеймін.